Нөмірі 2-ші емханаға вакцина салдыруға ерікті түрде келіп жатқандардың ішінде жаста кәрі де бар. 47 жастағы Мағиша Қожа мектепке дейінгі балалармен жұмыс жасаған соң екпе салдыруды жөн санапты. Әлеуметтік желілерде желіде есіп жүрген қауесет сөздерді ысырып тастап, қорқыныш жүрейін жеңіп, бүгін емханаға келіпті. Мен нөмір 3 санаториялық балабақшада жұмыс жасаймын. Сол балалармен жұмыс жасағандықтан жаңа вакцинация алуға келістім. Спутник вакцинациясын алдым. Жаңа ғана алып тұрмын. Енді бәрі жақсы болады деп ойдамын. Нөмірі 2-ші емхананың медициналық қызметкерлерінің пайымдауынша, әсіресе жасы егде тартқан адамдар ерекше белсенділік танытуда. Жақында 87 жастағы ақсақал мен оның зайыбы 84 жасты алқымдаған әжей вакцина алса, бүгін 85 жастағы зейнеткер келіпті. Дегенмен дәрігерлер жасы үлкен адамдарға вакцинаны арнайы емханаларда алуға кеңес беріп отыр. Яғни екпе егілмес бұрын денсаулығын мұқият тексерткен жөн. Әжелеріміз келіп жатыр, 76-да, 80-де, 82-де өздері үшін келіп жатыр. Оларды ешкім жететтеп әкеліп жатқан жоқ. Екпе аламыз дейді. Өзіміз ауырымыз келмейді, также и балаларымызды, немерелерімізді, жұқ-қыздырымыз келмейді. Өздерін жақсы сезініп тұр. До сих пор біз хабарласып, олар келіп менен консультация сұрайды. Бүкіл халыққа айтарым, екпе алсын. Онда қорқатын ештемесі де жоқ. Өзім бірінші мен екінші компонентті алдым, нақты өзім спутникті. И без побочное действие дейді ғой, вот сондай. Алды жаста бірінші вакцина алып жатырмын. Сол сияқты екібастұз халқына айтатын жастарға түгеліне вакцинаны алу керек. Бұл жақсы нәрсе. Одан ештеме болмайды, қорықпау керек. Міне дүние жүзі алып жатыр. Түгел жақсы болады деп соны тілеймін. Коронавирус инфекциясының таралуына жол бермеу мақсатында вакцина салдыруды жөн санаған азаматтар қатары көп бүгін. Жалпы нөмірі 2-ші емхананың егу кабинеті күнделікті үзіліссіз жұмыс жасайды. Демалыс және мереке күндері сағат таңертеңгі 9-дан кешкі 18:00-ге дейін.